Баршаңызға қайырлы күн, менің оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ең оңай дайындалатын ленивый штрудельдің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керек заттар: алма, қант, сары май, жұмыртқа, слоеное дрожжевое тесто, қант ұнтағы, яғни сахарная пудра, даршын, яғни корица. Ең алдымен алмаларымызды алып, жақсылап жуып аламыз. Содан кейін барлығын осылай көбіктеп турап аламыз. Алмамыз дайын болды. Қызып тұрған табамызға майымызды салып, ертіп аламыз. Ұсақтап тураған алманы саламыз үстіне. Алманың үстіне қантты, содан кейін корицаны сеуіп, жақсылап араластырамыз. Осылай араластыра отырып 7 минут пісіріп аламыз. Содан кейін алманы суытып аламыз. Қамырымызды осылай төртбұрышты етіп жайып, үстіне салмамызды салып, осылай етіп орап тастаймыз. Противеньді алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, штруделімізді осылай орналастырамыз. Және де үстін осылай кесіп қоюға да болады. Үстін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп аламыз. Штруделіміз дайын болды. Үстіне осылай қант ұнтағын себуге болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецептім ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Назарларыңызға рахмет.